Қайырлы кеш, құрметті оқырмандарым. Бүгінгі біздің әңгімеміз қасқыр ұлыған түнде. Каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпайық. Қыстың ұзақ кеші. Осындайда бойыңды кернеген суықты қуып шығар, айла іздейсің. Осындайда жойылсын бұйығы тірлік деп жар салғың келеді. Ымырт үйіріліп қас қарайса болды, сулы сылпың кешкі асың іше сала тас бүркеніп жатып қалар, ауылдағы ағайынды сағынасың. Әбден қысқарып бір қайырмаға келмей қалған күн суық жүзбен таудың қыр желкесінен төніп тұр. Ақ көрпесін айқара жамылған айналаңыз жылдан басқа мезгілінде емес күміс нұрға шомылып, қараңғылыққа ырық бермей ұзап барып ұғысады. Түннің қапқара отауына барып кіреді. Дәл осы сәт алғашында таусылмас ұзақ болып көрінген қысқы кеш есіне қайдағы-жайдағы түсіріп, көңілге салқындау қабыздаған белгісіз бір мұң ұялайды. Өзіңе аласұрып ермек іздегендей боласың. Малшының жөні бір басқа. Тебіндегі отарын әзірлеп қойған тамаққа тыңқия тойып алған әлгі шопан темір пештің жылуына қыздырынып қисайып жатып, ара журналын оқуға кіріседі. Ал ақ қар, көк мұз қақ жарып қиырдан қиырға қосын арқалап көше бере жылқышы күпісіне иегін тығып, су ағаштың бықсып жанған алауына телмірген күйі пирамисын тұқылдай сорып, тым ауыр, тым мағынасыз ойға батар. Ауылдың жөні бір басқа. Малын жайған, маңайын тазалап, сыртқы күйбемен аялдап, үйіне кірмей біраз жүреді. Тамағыңды ішіп, суып қалды дегенде барып, керге басып, міндетсіп үйге кірер. Онымен бірге кірген будақ бір төрге шапшиды. Соң әлгі ағайын: радионы қаттылап қойыңдаршы, не сөйлейді екен, деп пимасын шешіп, баласына пеш қабырғасына кептіруге қойдыртады. Радионы бұрағанда міндетті түрде қияқ-қияқ деп кеңірдек жырта айғайлап тұрары анық. Сол сәтте осы үйдің 10 класста оқитын бойжеткені барын киіп, сыланып, киноға аттанады. Қар алғашқы жауғанда сойып алған соғымның еті бұрқырап дастарханға келгенде, пеш түбіндегі ала мысық керіле тұрып мияулай аяңдайды. Қыстың ұзақ кеші. Қалада мүлдем басқа. Мұнда қысқы кеш қысқа сезіледі. Аяқ пүйеңмен жұмысты тамамдап аялдамаға асығасын. Қаптаған халық. Түнде жауып, күндіз жылбысқылана ерген қырбақ енді көктайғаққа айналып, тайып, жығылып жатқан адамдар. Ыңыранып, сасып, борсып, әрең келер автобусқа жапа тармағай ұмтылысқан ел бір-бірін итере, бірін-бірі жұлқып, бір-бірін балағаттап есікке ілінеді. Әуелгі артқы, соң алдыңғы есікке. Алдыңғы есіктен өлдім дегенде жарты иығың кіреді. Ең алдымен шофер ұрсады. Соң әйелдер күңкілдейді. Үйіңе өлдім-талдым деп жеткенде қайда қаңғырып жүрсің деп келіншегің тұлан тұтады. Ит болып жүріп от басыңды әрең тапқан соң ойнап жүрдім деп арс етесің. Өтпеске амалың жоқ. Телевизорды қоясың да қияқ-қияқ үндемей барып өшіресің. Сонан соң теріс қарап тым-тырыс жатып қаласың. Міне осындай бір қыстың ұзақ кешінде мен жолға шығатын болдым. Алғашында барым келмеген. Редактор қолда қалап болмаған соң еріксіз көндім. Біздің бастық негізінде қорқытып, үркітіп жұмсамайтын жайлары ақылды жігіт. Жаста болса артқа мінер, ерте өскен, әлі де біраз жерге барарын сезгендейсін. Бұйрықты қолыма алып аттанатын болған соң жол қамына кірістім. Бірақ барар жер алыс. Қазақстанның шығысы. Алматыда 10 градус суық болғанда, онда 40-қа жетіп, елмен жердің мазасын алып тұрған шығар. Облыс орталығының ары автобус жүреді екен. Айтқаным айнымай келіп, қаңтардың қақаған суығына тап болдым. Автобустың мұздай теміріне қолың тиіп кетсе ырқып түсесің. Киімім жұқа еді.
әлі ірге теуіп үйлі баранды болмаған адамның шаруасының қиюшы келуші ма еді. Тәйірі айына бір рет үй ауыстырып басы қатып жүрген жас журналистердің әзірше бірі ғанамын. Жалаң қабат, пальто, құлағы жоқ, ескілеу, жасанды теріден тігілген бас киім, жасанды теріден тігілген қолғап, жасанды теріден тігілген қара портфелімнен өзге іліп алар еш нәрсе жоқ. Тірдектеп жұмсаған жаққа қарай шапқылай бересің, өстіп шапқылап жүріп жан сақтайсың. Өстіп шапқылап жүргенде екі жастың біріне келмей ауруға ұшырайсың. Жас кезде бәрі қызық, байқалмайтын секілді. Табаныңнан өткен суық маңдайынан шығар. Мезгілі әлі алда. Мен автобусқа мінгенде сау етіп ел азаматтары да қоса кірді. Тегі мен бағыт алған үлгілі ауданның басшылары іспетті, үстерінде құндыз жағалы қыс пальто, кейбіреуінде әдемілеп сыртқа тіккен шолақ тон, бастарында үкілеген тиін құлақшын, аяқтарында аппақ пима, беттері қып-қызыл, буы бұрқырап, қарқ-құрқ күліп отыр. Дәл осындайда адамның бойы қызғаныш билейді. Казгуды емес, мал дәрігерлік институтының бітірмегеніме өкінгенде боласың. Өкінбе, бәрі кеш. Есіңе оралып, одан әрі жаурап, енді іші мұздап бүрсет түсесің. Автобус әне-міне жүреді. Тұрғанда ақ түбіт шәлі оранған қыз кірді. Жүргізушіге билетін көрсетті де менің оң жағымдағы бос орынға отырды. Қуанып қалдым. Ермек табылды дедім ішімнен. Көлігіміз гүрілдеп қырылдап орнынан қозғалғанша жолаушылар да дабырласып әр нәрсенің басын шалып көңілді отырды. Суық қыса түсті. Ауыздан ұшқан будан автобус іші тұманға айналды. Терезе сірескен қырау. Қысқы демалысқа шығып, жұрағаттарын қыдырыстап бара жеткен кейбір мектеп оқушылары әлгі ұлтандай боп қатқан сіреу мұзды тілімен жалап ертіп, көздей тесік жасап алып салайды. Редакторым командировкаға жұмсағанда әуелі тартыншықтағаным ертең жаңа жыл еді. Осы жаңа жыл жалғыз рет келетін мерекені жолдастарының арасында қарсы алып, сонан соң аттанума болатын ба еді. Бірақ қалада жүргенде қарық болар мекенім атап шақырған ешкім болмаған соң қысастанып жылжи беруді жөн санағанмын. Жаңа жылды жаңа жолда қарсы алуымды. Автобус орнынан қозғалып сыза жөнелгенде қарсы алуым бұл бір еместі. Қатар отырған көрші қызға тіктеп қарап үлгердім. Әдемі екен. Екі бетін суық сорып, томпайып үнсіз отыр. Оның да киімі жұқалы көрінді. Бар байлығы басындағы ақ түбіт пен шәлі сықылданды. Ақ құба өңіне аса жарасады екен. Көзін үнемі төмен салып отырады да оқта-текте кірпігін көтерсе жарқ етіп жанар шығады. Маған ол өз сұлулығынан өзі байқалмағандай сезінді. Үнемі жуас халде ауыр ойдың үстінде келеді. Жанында тіпті айналасында адамдар барын байқамайды да. Мұндайда пысықтық жасап бас салып сөзге тарту қиын. Терезе жақ суық қой. Ауысып отырайық дедім. Ол бірден жауап берген жоқ. Естімегендей меңіреп қарады да іркіліп барып тіл қатты. Рахмет, сіздің киіміңіз менікінен де жұқа ғой дедім. Бірақ менің жігіт деген атым бар ғой, бұл менің тауып айтқаным. Байқаймын, бұл әзілсымағым көкейіңе қоныс таба алмады. Тағы да үнсіз отырдық. Суық жолаушылар жағасына мойнын тығып қонақтаған тауықтай мелшиіп отыр. Тек манағы үлдемен бүлдеге оранған ожар топ қана қағанағы қаттылығын мал қыстауы науқаны өте қиын терін айтысып далбырлап сөйлеп алғашында мазаны алды. Жасанды теріден тігілген бәтеңке мен ызғар өтіп башпайларымды суық сора бастады. Бір-біріне соғып тықылдатып жылытқын боламын. Менің осындай мүшкіл халімді сезді ме? Қыз, пима киіп шықпаған екенсіз деп қуанып қалдым.
сол құрғырың жоқ қой, не ақша ма пима ма, екеуі де. Түрмеден босап шығып па едіңіз? Әзілдеді ма, шынайы ма, айыра алмадым. Бет пішіні өзгерген жоқ, салқын сұрады. Не десем екен, Алматы жылы болған соң, түсінікті. Бұдан былай есіңізде болсын, Алтай Алматы емес, қатал. Әрине, бірақ қатыгез жерге қайтып оралу екі талай. Ат баспаймын деген жерін үш басады демей ме, ағай? Өзің қайдан келесің? Мен де Алматыдан. Оқисың ба? Иә. Қайда? Қыздар институтында. Факультеті тіл әдебиет. Қайда барасың? Өркен ауылына. Ол қай тұста? Новостройкаға 5 шақырым жетпей. Тау қойнауында. Оған автобус бұрылама. Айналдырған 2 шақырым жерге уақыт өткізіп жүрмейміз деп жол жиегіне тастап кетеді. Ары қарай жаяу тартамыз. Сіз мені тергей бастадыңыз ғой. Дәм тартып сапарлас болған соң таныса отырайық дегенім ғой. Өзіңіз Новостройкаға барасыз ба? Иә, сол селоны жазбақпын. Газетте істеймін. Мен де солай деп ойлаған едім. Өйткені сұрағаныңыз нақпа-нақ. Ол селоны жазуға болар деп ойланып қалды. Мен оның үнсіз тыныштығын одан әрі бұзғым келмеді. Тақымдап сұрақта қоймадым. Есіме редактордың сөзі оралды. Шығыс Қазақстанда Новостройка деген қала типінде салынып, мәдени тұрмыстық жағынан бүкіл республикаға үлгі болар село бар екен. Бүгінгі сәулетті қоғамымыздың ауыл-селолары барған сайын көркейіп, қаладан еш айырмасы болмай өркендеп өсіп отырғанын паш ету үшін именно сол селоны насихаттауымыз керек. Орталық газеттің бірінде «Села Казахстана меняет область» деген тақырыппен мақала шығып та кетіпті. Мейлінше зертте, мәдениет сарайын, универмагын, тұрмыстық қамту үйі мен ресторанын суретке түсіріп ал. Еңбек адамдарымен кездесіп, басшылығымен жүздес, сұхбаттас. Мен таңғалғаным жоқ. Өйткені шынында да мұндай жаңа типпен жобаланып салынған сәулетті селолар саны күн сайын көбеюде. Демек, қаладан ауылдың айырмасы азаюда. Тамаша әрі табылған тақырып. Газеттің бір бетіне етпектей етіп тастап жіберемін. Қыстың ұзақ кеші бітіп түнге айналды. Барар жер әлі алыс. Күн суық, аяз буып тұр. Көңілсіз сапар болатын болды деп ойладым ішімнен. Новостройканың азаматтары мұрындары шуылап ұйқыға басты. Қыз өзімен бір нүктеге қадалған күйі әлі үнсіз отырды. Тау арасында ілінген боран басталғаны байқалды. Қар қиыршықтары сабалап, тіпті қасқырша ұлыған үні құлаққа жеткендей болған. Қию қашып тозған терезенің жақтау-жақтау саңылауынан ішке ұмтылып, әлгі аласұпыран боранда жылы мекен іздегендей. Анда-санда бір толқып тастап, мынау ала-дүлей боранды сұрықсыз дүниеден қашып құтылғысы келгендей зымыраған автобуста әзірге кінә жоқ. Ауа райы секілді адамның бойында қалтыраңқы суық сезім билеп, өз-өзінен қажисын. Қан секілді адамның бойында қалтыраңқы суық сезім билеп, өз-өзінен қажисын. Қан түкіргенде көгеріп сазарасын, еш нәрсеге зауқың жоқ. Дүниенің рақаты маздап жанған от екеніне иланасың, әрі мың мәрте табынасың іштей. Құлаққа мотордың бір қалыпты гүрілінен басқа сырттан шың-шыңдаған дыбыс келеді. Мен көз алдыма жел кеулеп аңыраған қарлы адырлардың ортасында жалаң аяқ, жалаң бас безектеп келе жатқан жалғыз жаяуды елестеттім. Қызық, әлгі дзиден қар кешкен жалғыз жаяу қасымда жым-жырт отырған төбет шәлілі қызға ұқсады. Қандай қаталдық! Селк етіп есімді жидым да жалт қарадым. Қырау құрсаулаған әйнекті тесіп сырғалап отыр екен. Не қарадың, ауылдың тұсынан өтіп кеттім бе деп. Шофер хабарламай ма? Кейде ағып өте шығады. Мен ескертіп қояйын дедім де жүргізуші жігітке барып, Өркеннің тұсына келгенде айтарсыз деп тапсырдым. Қыз рахмет деді, сыпайы ғана. Үлкен ойдың үстінде келесіз ғой. Мақалаңызды қалай бастап, қалай аяқтауды жоспарлап отырсыз-ау шамасы? Жоқ, тіпті олай емес. Мен сені ойлап келемін, ал мен сізді. Қызық екен, ішім жылып сыла бердім. Сіз болғанда өзіңіздің жеке басыңызды емес, қалай түсіндірсем екен?
Жалпы сіз секілді үнемі жол тартып жүрер, үнемі далада машина немесе ат үстінде жүрер адамдарды. Айталық, менің әкем де көп жылдан бері қойшы. Қазір ол отарын жайғап, аяқ суытып шайға отырған шығар. Ол кісілер қыстақта ма? Иә, бірақ қыстақ ауылдан онша алыс емес, іргесіне тиіп тұр. Сен бүгін сонда барасың ба? Енді қайда? Қорқынышты ғой, түн іші сыртта боран қақаған аяз. Ой ағай, мен бұл жердің табиғатына әбден үйренгенмін. Талай таптаған жол. Біздің өркеннің бұрынғы аты Бөрілі деп аталған. Кейін келе өзгертті. Атты өзгергенмен заты сол баяғы қалпында. 20 шақты ғана үйі бар. Аяулық совхозының бір бригадасы, бастауыш классы ғана бар. Қалған жылда сіз кетіп бара жатқан новостройкаға барып оқиды. Мен де 10 класты сол селода бітіргенмін. Ауылда тура автобус қатынамайтын болған соң ары өткен, бері өткен қаламен екі ортадағы кез келген көлікке мініп, жолдан түсіп қалып, тау қойнауындағы үйге жаяу барамыз. Жасырып керегіне әсіресе қыстыгүні аса қиын, ал қыс дегеніміз Алтайда өте ұзақ қой, амал не? Қыз күрсінді. Сонан соң әлгі өзі ойып отырған тесікті сүртіп тағы да сыртқа үңілді. Екі тізем мен бәшбәйімнің жаураған әңгімеге айналғанда ұмытылған еді. Енді қайта тірілдей бастаған. Жолаушылардың бәрі қалғып-шұлғып бей-жай келеді. Мотордың әдеттегі гүрілі, даладағы боранның соғуы бағанағы семіз азаматтардың қорылынан өзге тырс еткен дыбысы жоқ. Мен ойладым, өмір деген ғажап дейді. Түкте ғажап емес. Әншейін осындай автобусқа мініп белгілі бір аялдамаға түсіп қалу. Біреудің тойып секіруі, біреудің тоңып секіруі. Әлдекімдер көрер таңды көзімен атқызып, ұйқы жап ұйықтамайды. Ал әлдекімдер ішегіне тарс бүркеніп, уайымсыз тоқ ұйқыға басады. Сайып келгенде өмір дегеніміз өзгенің бақытына қызығып өту ғана. Ал мынау жанымдағы тойған қозыдай томпиып отырған қыз ше, оны ертең не күтіп тұр? Бақытты ма? Бақыты жоқ болса, оны іздеп таба ала ма? Не ойлады? Жігіті ұнатқан біреуі бар ма? Тіпті мен туралы қандай сезімде келеді адамдар? Сене ме? Аты кім? Қайтып кездесер ме екенбіз? Атыңыз кім аға? Деді оқыстан. Нұрлан, өзіңнің есімің? Арай. Жақсы екен. Неге жақсы аға? Есіміңді айтамын. Таң ата туған соң әкем Арай деп салған. Мен жайлауда дүниеге келіппін. Бетінен күлкінің әдемі бір толқыны шымырлап өткенде болды. Мен ойладым, өмір деген ғажап-ау. Кеше ғана мынау жалпақ жаһанда Арай есімді қыз барын білмеп едім. Енді міне демінің қалай шыққанына дейін сезіп, әп-әдемі дидарын көріп отырмын. Адамдар бір-бірін әрең іздеп табады, сонан соң іп-лесе жоғалтады. Сайып келгенде өмір дегеніміз адамдардың бір-бірін тауып қайтадан жоғалтуы емес пе? Мүмкін. 10 жылдықты бітірген соң 2 жыл әкеме көмектестім, деді Арай мұңды жүзбен маған қарап. Әлгіндегі бір күлкінің табы да қалмаған. Ересектерім мен болдым. Қалған 8-і әлі жас. Оқуға бармай-ақ қояйын деп едім, әкем қолқалап қоймады. Біздің тұқымнан да бір мұғалім шықсын дейді. Намыстанғаны. Әне бірі күнгі хатында, биыл қыс қатты қызым, ит құс көп. Жаңа жылды демалысыңды пайдаланып мұғалімдеріңнен бірер күнге сұранып кел. Қайт, сағындық деп жазыпты. Не күйде отыр екен? Мен ойладым, өмір деген тіпті ғажап емес. Алтайдың қысы секілді қатыгез. Кімдерге суық, кімдерге ыстық. Дегенмен өмірді лағнеттеп өкінуге болмайды-ау. Сол бір түні аз сөйледі екенсіз, деді Арай. Мен сынап отырсыз ба, жоқ әлде мінезіңіз солай ма? Мінезім ауыр екені рас, бірақ бір қызып сөйлеп кетсем, атымның басына ие бола алмай қалатын көкезу әдетім бар. Жол барған сайын күрделеніп, көлігіміздің жүрісі бәсеңдей берді. Боран қарсыдан соғып тұр. Автобустың алдыңғы терезесін қар жентегі тұтып, шофер қайта-қайта сүртіп әуре болады. Аяздың барлығы тау ішінен қашып тығылып аядай ғана автобусты иектеп тұрғандай. Маған енді сол даладағы арпалысқан боран ит боп үріп, қасқыр болып қыңсылағандай үрейлі сезілді. Жер түгелдей мұз шарға
айналып мәңгі қатып семіп ыңырсығандай жүректі өзгеше суық сезім қариды. Мен амалсыздан арайға қарай жақындап осынау қаршадай ғана қыздан пана тілегенде бүрісе түсемін. Ал ол болса жаурағанын мүлдем ұмытып, маздап келген ойдың ақ шанасына түсіп, баяғыда ағып кеткендей маған қызда жақындай тақала аударғандай болды. Біздерді қоян-қолтық қауыштырған бәлкім Алтайдың ақ боранында емес, аязда емес, басқа өзіміз ұғып сезе бермейтін жастықтың лыпыл тұрмақ тартылыс күші ме, әлде жүректен шым-шымдап жасқана шығып бойға тараған ұяң сезімін жауратпай, жатырқатпай жарастыққа бастаған қуаты ма? Ішімнен арай сөйлесе екен, ойында не бар, түгел ақтарса екен деп жастық шағымен келіп кетер оңғақ сезім емес. Бұл осы мәуріттің бақилығын арман етер тәтті хал. Мұзды денеден жалындап шығар ыстық сүйіспеншілік. Сүйіспеншілік болғанда қыз бен жігіттің екеу арасындағы күйдім жандым ба? Жоқ. Осы айнымас сәттің қымбаттылығын паш етер мұңды минуттар, кейінірек зар еңіреп жүріп сағынатын бейкүнә отырыс. Айтпай түсінетін көңіл ұғыстығы шығар-ау. Жылы киініп алаңсыз ұйқыда жатқан новостройканың атқамінерлері қорылға басты. Мен көз алдыма не екен білмеймін, ат құлағы көрінбейтін боранда үстінде жұқа ғана шыт көйлегі бар, шашы жалбырап тізеден қар шешіп адасып жүрген қыз елестеді. Тағы да өз ойымнан өзім шошыдым. Арай, айып болмаса мен сені қыстаққа дейін ертіп апарайын. Түн аяз. Жоқ аға, ол не дегеніңіз, ыңғайсыз ғой. Жолыңыздан қалмаңыз, мен үшін бұл Алтайдың түні мен бораны үйренген жау. Біз келген жақтан жол тақтақ әрі оқтай түзу. Тек дүңкиген алып жоталары айналып сайлау жерге түскенде ғана ирелең тартады. Әдетте мұндай әдемі тас жолдың бетіне қар қайшықтар тоқтамай үп етіп жел соқса, сусып алақаншықтағын билеп, сый-сыйға тырағайланып қашады. Сондағы болар жол соқты болып шаршаған жоқпыз. Әйтсе де екі иінімнен қос қолдап басқандай тынысым тарылып, талмау тартып отырмын. Қарным ашқаны сезілді. Мені де тағы да ақ көңіл, ақ жарқын арайды ойладым. Шынында да өзінде бір мазасыздықтың сырыны ертеңге дейін асығыстық бар-ау. Жалғыз көрген кісін жатырқап жатсынбай бауыр тартып ақтарыла сөйлейді екен. Ол қайта-қайта қойшы әкесін аяп, шиеттей бауырларын еске алып қояды. Әкемдер ендігі шайын ішіп болып ертеңге ерте тұрамыз деп жату қамына кіріскен шығар. Білесіз бе аға, біздің өркен ауылында әлі электр жарығы орнаған жоқ. Боқтарма газ, новостройка жаққа тура тартқан. 20 шақты үйі бар ауылға әуреленіп бұрып жүрмейміз, кейін асықпай тартамыз деседі. Білесіз бе аға, біздің ауылда клубта, кино қондырғылары мен кітапхана да жоқ. Бар болғаны ыдыс-аяқ, мата, қант, кәмпиті бар араласқан жалғыз дүкен. Ол да сатушының екі үйінің бірінде үйіліп жатыр. Қызығы өркен бригадасы совхоз бойынша жоспарлы үнемі артығымен орындайды, ал мәдени тұрмыстық ахуалымыз осындай. Бірақ сіздер бұндай жетім ауылды менсінбей, тура түзеуі де жайлы тас жолмен үлгілі селоға тартасыздар. Тек сондай тамашаны ғана көріп жасасыздар. Арай, егер сен қарсы болмасаң, мен қазір сол қойнаудағы өгей ауылға бірге барсам. Соқыр теке ойнайсыз ба? Деп соңғырлай күлді. Күлкісі әдемі бір түрлі кісінің ести бергісі келетіні, және күлу оған соншалықты жарасады. Қайтар жолыңызда соға кетіңіз, 2-3 күнде мен де қайтармын. Мақұл, онда келістік. Бірақ жүргізуші жігіт артына бұрылып, өркенде түсетін кім бар деп дауыстады. Жатқандар жапа-тармағай қозғалып, үрпиісіп тұра бастады. Алғашқы айтқандары қай жерге келдік болды, өркенге. Жаман иттің атын бөрібасар қояды деп, осы ауылда тоқтап бекер әуре болады деп нәумез бола күңкілдесті. Арай ымықшам тұрып, шағын қара сүмкісін иығына асып тысқа беттегенде мен де соңынан ілестім. Автобус есігін ашып жібергенде аң талаған аяз лап беріп бетті шарпи шабуылдады.
көзге түртсе де көргісіз сондай әлсіз жарық сыңғыраяды. Бағанағыдай емес, ала-құйын боран бәсеңдеп кебінге оранған жер бетін өлім тыныштығындай ұлы тыныштық иелік ете жалмап жайпай бастаған екен. Мен Арайды сол түн түнектен қара отауына кіргізіп тұрып, соңғы рет шығарайын салайын ба деп өтіндім. Тек автобус орнынан қозғала бергенде «Қайтарда келіңіз аға, күтемін» деген әдемі дауысын естіп қалдым. Осы кезде жүргіншілердің арасында осы күнгі жастар тауық секілді көзді ашып жұмғанша танысып табыса қалады деген күбірін және естідім. Новостройкада 2 күн еру болып, 3-ші күні жолға қайта шықтым. Мен барған село расында да көз тоятын көркем еді. Қалаша салынған оқтау түзу көшелер, қандай тізгілген ақ шағала үйлер, бейне бір ғажайып түс көргендей боласың. Онша далиған көлемді де емес, шап-шағын селоға әлемді жақсылықтағын бәрін үйіп төккенге ұқсайды. Облыс пен ауданға келген өкіл ұятты қонақты осы Новостройкаға ала жөнеледі екен. Маған осынау ауыл көрмеге қойған макет село секілдеген десек те іште ризамын. Басшылары да қонақжай лыпыл тұрған, өңкей жүздің көзінен өткен жігіттер. Бірақ маған сонау өркеннің бүкіл байлығы мен бақыт несібесін осы сүйкімді село ұрлап тонап жатқандай әсерді қалдырды. Арасы ап шаптырам ғана екі ауылда неге соншалық жер мен көктей айырмашылық бар деп ойлаймын. Өйткені Новостройка бұрыста емес, түзу жолдың бойында, деді ішімнен бір үн. Қызық, анау күні танысқан түбіт шәлілі қыз ептеп сағынғандаймын. Таныстық неғұрлым келте болса, сағыныш анағұрлым ұзақ болады. Мен оны оқыстан таптым. Мүмкін өмірімнің алғы күндері соған телулі шығар. Мүмкін әйтеуір үнемі біреуді іздеп, елеңдеп жүрер жүрек байыз тауып, бай қалардай алдында жолыққан шығар-ау. Осы тілек үміт адам баласын елеңдетіп, ертеңгі күндерді асықтыратындай ұстатпай, сағымша бұлдыртпай шаршататын. Таңертең ауданның орталығына барар автобусқа мініп, дәл өркеннің тұсынан түсіп қалдым. Таңға жуық қырбақ қар жауып, қан сонар болып жатқан. Таудың көк желкесінен болымсыз сығалаған жансыз күн сәулесі шығармақ қарға түсіп, көз суыртып қаратпайды. Алпақ-ұлпа дүниенің таңғажайып көркем қысқы көрінісін айтып жеткізу қиын. Өркенге барар жолда айқындаған шананың айқыш-ұйқыш ізі ғана, өзге белгі әзірше жоқ. Әлгі шананың қатар жарысқан қос сызығы кейбір адамдардың қиылыспайтын тағдыр соқпағын еске алады. Қойнаудағы ауылға беттедім. Мұржадан ұшқан түтін желсіз тымық ауаға тік ұршы баяу қалқып көзден ғайыптанады. Мұрныма сол күре жолдан 2-3 шақырым қаға беріс оң шықта бұйығы жатқан қайран ауылдың түтіні келгендей еді. Қайқаң болғандықтан алқынып жүрісім маңдымайды. Мен тіпті асығып та келе жатпағанмын. Арай сөз жоқ, мені алаңдап тосып отыр. Ертең Алматыға бірге аттанамыз. Әке-шешесі қалай қарай екен деп сезіктеніп ойлаймын. Мен өркенге келгенде алғашқы көрген кісім орта бойлы, қалың қара қасты әдемі жігіт болды. Басы салбырап, аялдамаға қарай асығыс құлдырай жөнелген. «Әй жігіт», дедім дауыстап, «Арайдың үйі қайсы?» Ол маған түнере қарап тұрды да, «Оның кімі едің?» деп қайыра сұрақ қойды. «Жәй әншейін танысымын. Анау ауыл шетіндегі қыстақ», деді де шұғыл бұрылып жүріп кетті. Қыстаққа жақындағанымда сыңсып жылаған дауысты естідім. Батылым бармаса да, тәуекел деп кіріп келгенімде басына қара жамылып ағыл-тегіл жылап отырған әйелді, оны қоғамдай қоршаған шеттей балаларын көрдім. Шешесіне қосылып пысылдап жылайды. Жүрегім тас төбеме шықты. Басын көтеріп, жасты жанарымен қарайған қайғылы әйелден сасқалақтап, «Арай қайда?» деп сұрадым. Үнім шаңқ етіп жаман шықты. «Айырылдым ғой арайымнан». Аңыраған жоқтау онсыз да бор болып езіле бастаған. Жүрегім шабақтап тігілгенін-ай. Сай-сүйегім сырқырап, тізерлеп жығылып, қыздың анасына бас салдым. Бұл менің алғашқы әлі ақырғы құлағым шығар.
Арай сол боранды түнде қасқыр қамап ауыл мен күре жолдың екі ортасында жеп кеткен қыстақтың қыршағында жерленген арайдың моласына бардым. Аппақ күмісше жылтыраған аппақ қардың үстінде қап-қара төмпешікке айналып мәңгілік сапарға, қайтпайтын сапарға аттанған арайдың бейкүнә балапан рухы жатты. Қыз әкесі мені көрмегенде сол жас қабірге тесілген қалпы меңірейіп тұра берген. Ақша қарға көзден аққан жас тырс-тырс тисе тамады. Қорадағы қамаулы қой маңырады. Бұл өңірде енді қызығы да қайғысы да қуанышы да түгел осы. Бірінің жүні, бірінің жұлып жеп тұрған ақтылы қой сықылданды. Мен ауылдан аялдамаға қайтып бара жатып, арайдың қабіріне ақырғы рет қарап едім. Қыз әкесі молаға орнатқан тас мүсінде болып әлі тұр екен. Күре жолдың шетіндегі аялдамаға қайтып келгенімде банағы жігітпен новостройкаға оқуға жиналған бір топ балаларды көрдім. Ішіндегі біреу Арай өте ұқсайды, бәлкім кішкентай сіңлісі шығар. Олар дірдектеп тоңып тұр. Автобус әлі жоқ. Жігіт айтты. Араймен бірге оқып бір партада қатар отырып едім. Көмейіме өксік тығылып барып сөзін әрең жалғады. Қалтасында сіріңкесі болған екен. Таусылғанша жағып айбар ғып отырыпты. Қасқырлар қамалып қоймаған соң шанадан түсіп қалған бір бау шөпті өртепті. Сонан соң қар беті апыр-топыр айқасқан. Екі етігі мен шашын мазақтағандай қарға шаншып кетіпті. Әкеңнің аузын, мылтығымды алып келіп Алтайдағы бір қасқыр қалғанша қырамын, тұқымын қылдырмаймын. Бұл жерге сол түні қасқыр көп болыпты. Сол кезде новостройка жақтан сылаң етіп автобус көрінді. Мен редакторымның тапсырмасын тұңғыш рет орындадым. Бүгінгі заманымыздың сәулетті селосы жайлы мақала жазылмады. Осы редакторымның тапсырмасын тұңғыш рет орындамадым. Бүгінгі заманымыздың сәулетті селосы жайлы мақала жазылмады.